Сәлем достар, менің каналымды таңдап көріп жатқандарыңызға көп рахмет. Бүгін біз сіздермен дәл осындай үй шәркейінің тоқылу жолын үйренетін боламыз. Мынау менде кішкентай қыздарға арналған табаны бамбук табан, аяқты терлетпейді және мына жері гелевый. Қателеспесем 33-34 размерде тоқылып жатыр. Жібімізді дәл осылай 2 қабаттап аламыз. Мына жерде қарасаңыздар, бізде дайын осындай петлялар бар. Осыларға қазір іліп тоқитын боламыз. Мынау қыры тұр. Бұл қырын есептемейміз. Қырынан кейінгі тік кеткен ряд тұр. Сол 1, 2, 3, 4-шіге күрчогімізді осылай саламыз да. Так, жібімізді шығарамыз. Жұмыс жібімізді күрчогімізге іліп. Алғашқыда сәл қиындау болады. Сосын қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міне, дәл осылай шығарамын да. Мынау ұзын менің жұмыс жібім болады бұл жағы. Мынау уже маған керек емес. Қысқа жіп керек емес. Мынау ұзын жіппен ары қарай тоқимыз. Бір воздушная петляға көтереміз. Міне. Бұл менде 4-шісі болды. Мына жерден санағанда 1, 2, 3, 4-ші болды. Енді ары қарай біз 5-шіден бастап дәл мына жерге келгенге дейін, соңына дейін, предпоследний жіпке дейін әрбір петляға 2 петлядан тоқитын боламыз. Яғни, міне, нандайлар тұр ғой, осылардың әрқайсысына 2 талдан 2 петлядан тоқып шығатын боламыз. Тек біріншісіне және соңғысына ғана бір ғана петля тоқитын боламыз. Біріншісінде мен бір воздушный петляға көтеріп алдым. Енді мына жібім менде керек емес. Бұл соңынан өздеріңіз бөлек алып қалып жасырып тастасаңыздар да болады. Бірақ мен осылай бірге қосып тоқып жіберемін. Яғни ортасына қойып. Мінекей. Келесі петлядан күрчогымды өткіземін да жұмыс жібін іліп шығарамын. Міне, менің күрчогымда 2 петля болды. Осы екеуінен бір петля ғып тоқимын. Міне. Дәл сол жерге тағы да бір петля тоқимын. Міне. Келесі, одан кейінгі петлядан тағы бір жіп тоқып аламын. Тағы да 2 тоқимын. 1, 2. Міне. Яғни әр петляға 2-2-ден тоқып отырамыз. 1, 2. Міне. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Примерно мына жаққа келген кезде кездесеміз. Соңын қалай тоқитынын көрсетемін. Мінекей мен қатарымның соңына келіп қалдым. Осылай айналдырып тоқып шығамыз да санаймыз. Мына қырындағын санамаймыз, бұрышта тұрғанды. Одан кейін 1, 2, 3, 4. Демек, мен әлі 2 тоқуым керек екенмін. Енді санаймыз.
қырын санамаймыз. 1 2 3. Міне менде 4-ші. Жаңа біз мына жақта 4-шіден жай ғана іліп алған болатынбыз, иә. Біріншісін 4-шіден бастадық. Міне 1 2 3 4. Ой, қырын санамадық. 1 2 3. Міне 4-ші. Мына жақта дәл солай қырын санамаймыз. Бұрышты санамаймыз. 1 2 3. Енді міне 4-шіге келдім. 4-шіге мен жай ғана бір ақ рет қана тоқитын боламын. Дәл осылай. Бұны былайынан білсеңіздер де болады. Не болмаса, міне бамбук табандардың жақсы жері сол осылай полоскалар арқылы білсеңіздер болады. Міне осы жермен аяқталды. Демек басталды, осы жермен аяқталды. Бір воздушная петляға көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз да әр петлядан әр қайсына бір жаңағы петля с накидом тоқимыз. Накидпен тоқимыз. Мынау мен уже біріншісін есептемеймін. Келесі екіншісіне міне мына жерге бір петля с накидом тоқимыз. Накидпен тоқу үшін ең алдымен крючогымызға осылай іліп аламыз. Накид бір рет. Одан кейін мына петляғадан крючогымызды шығарып, жұмыс жібін іліп шығарамыз да бір рет алғашқы екеуін бірге тоқимыз. Одан кейін тағы да екеуін бірге тоқимыз. Міне. Келесі дәл солай. Одан кейінгі петляға жұмыс жібін іліп шығарамыз да алғашқы екеуін бірге тоқимыз. Одан кейін екеуін бірге тоқимыз. Одан кейінге дәл солай. Міне накид ілеміз. Петлямыздан жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бізде крючогымызда 3 жіп болды. Осының крючогымызға жұмыс жібін іліп, алғашқы екеуін бір тоқып аламыз. Одан кейін тағы да екеу болды. Одан кейін екеуін тағы да бір тоқимыз. Міне. Дәл осылай мына жаққа дейін тоқимыз. Қанша болғанын мен қазір айтатын боламын. Мінекей накидпен тоқып болдық. Менде 22 петля болды. Енді осы жерге келіп 22 петлямен мен аяқтаймын. Бір воздушный петляға көтереміз да келесі рядты біз петля без накида, яғни петля без накида тоқитын боламыз. Ол үшін міне тура түбінде бізде тесік тұр. Осы жерге крючогымызды кіргіземіз да жұмыс жібін іліп шығарамыз. Біздің крючогымызда 2 жіп болды. Осы 2 жіпті бірге бір жіп қылып тоқимыз. Міне сонда менде петля без накида болды. Ары қарай келесіге дәл солай тоқимыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Соңғы мына жерді де ұмытып кетпейміз. Міне ең біріншімізге осы жерге дейін тоқимыз. Сонда бізде мына жақта 22 петля без накида болу керек. Мінекей мен қатарымның соңына келдім. Міне ең соңғы петля менде мына жерде. Кейбіреулері бұны тастап кетуі мүмкін, бірақ тастауға болмайды. Міне. Жібімізді дәл осы жерден бастап қиып тастаймыз. Қатты ұзын қиюдың қажеті жоқ. Және мынау егерде жасырып кеткен болсаңыздар, мен сияқты бұны да қиып тастаңыздар. Себебі қазір тоққан кезде ішінде қалып қалса, оны кішкене жасыру қиын болады. Енді біз бірінші қатарын тоқып біттік, бірінші бетін. Келесі бетін тоқимыз. Ол үшін біз мына жерден мына жерге дейін 22 петля, яғни мына жақта 22 болды ғой. Демек біз мына жақта да 22 тоқуымыз керек. Біз мынадан мынаға дейін 22 петля тоқып, санап аламыз. Не үшін? Себебі біз қазір тоқымамызды осы бетінен бастауымыз керек біз. Мына жағында мына бетінен бастасақ, біз енді мына бетінен бастаймыз. Мына жақтан емес, мына жақтан санаймыз, кеттік. Мынау әрбір өрім болып тұрған, мынаның бәрі бір петля болып есептеледі. Кеттік. 1 2 21 22. Міне мынау менде 22-ші. Бұлай қарасаңыздар да мына полоскамен бірдей болып тұр. Міне 22. Осы жерден
екі воздушный петляға көтеріп аламыз. Бір воздушный петляға көтеріп аламыз. Мына жіпті осының ортасына қойып, бірге тоқып жасырып жіберсеңіздер болады. Бір. Келесі, бұл жақта да дәл солай, мына жақты қалай тоқыдық, солай болады. Накидпен тоқимыз. Екі. Екі. Үш. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Мына жерге дейін тоқып шығамыз. Мен соңғысына келдім. Міне 22 болды менде мынаумен. 22. Енді бір воздушный петляға көтеремін да, келесі рядты мен петля без накида тоқитын боламын. Дәл мына жақ қалай тоқыдым, солай. Мына жерден бастап тоқимын. Қатардың соңына дейін. Менде бұл жақта да 22 петля болу керек. 2, 3. Екі қатарды да екі бетінде тоқып болғаннан кейін, енді біз 12 петля с накидом 12 воздушный петляға көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 болды. Енді екі бетін бір-бірімен жалғаймыз. Міне, мына жерде менде бірінші петля тұр. Осыдан крючогымды шығарып, мынау жұмыс жібін, соңғы воздушный петлямды осыдан іліп шығарамын. Міне, екеуі жалғанды. Бір воздушный петляға көтеремін да, мына воздушный петлямды барынша созамды. Міне, мына бас жағынан бастап былай кигіземін. Кигізіп әкеліп, мына жағынан өткіземін. Сосын мына ұзын жұмыс жібін тартсақ, мынау байланады. Осылай байланады. Мынау байланды. Енді аяқ киіміміздің мына жағына өтеміз да, мынау менде уже кетті. Бұны есептемеймін. 1, 2, үшіншіге крючогымды салып, мына жұмыс жібін іліп шығарамын. Қатты тартпаймыз. Мынаның көлемімен бірдей болу керек. Мынау воздушный петляның көлемімен бірдей болу керек. Міне. Енді бір воздушный петляға көтеремін. Бір воздушный петляға көтеремін. Енді мен жаңа 12 воздушный петля мынаяқтан көтеріп тоқып алған болатынмын. Енді мына жерде мен петля с накидом 12 петля с накидом тоқуым керекпін. 1. Мынаны тоқыған кезде біздің мына жібіміз сыртта қалып қалмау керек, тек наған ғана емес, мына воздушный петля емес, екеуіне қосып, екеуін бірдей жүру керек қой. Екеуін бірдей қатар алып, осылайынан тоқитын боламыз. 2, 3, 4. Дәл осылай қатардың соңына дейін 12 петля с накидом тоқып шығамыз. Менде 4 болды. Енді мына жаққа дейін менде 12 болу керек. Мына екеуі міндетті түрде бірге жүру керек. Қалып қалмау керек мына жақта.